Әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы дельфин. Оқу мақсаты кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез құлқы мен іс-әрекетін бағалау. Жаңылтпашты жаңылмай айт. Жаңылтпашты тез-тез айтамыз. Бұл теңіз ерен теңіз, ең терең теңіз теңіз. Бұл теңіз ерен теңіз, ең терең теңіз теңіз. Жаңылтпашты осылай айтамыз. Жаңылтпаш ауыз әдебиет үлгілерінің бірі. Бұл дельфин. Дельфин теңізде өмір сүреді. Оқулығыңның 102-ші бетіндегі мәтінді 2-3 рет қайталап оқы. Енді дельфиндер туралы айтайық. Дельфиндер тропиктік, яғни ыстық аймақтарда және қоңыржай белдеулерде, яғни қыс, жаз, көктем, күз мезгілдері айқын білінетін белдеулердің теңіздерінде өмір сүреді. Кейбір түрлері өте салқын полюстік белдеулерде де өмір сүреді екен. Олар көбінесе топ құрып өмір сүреді. Дельфиндер суда өте жеңіл әрі жылдам жүзеді. Ол сағатына 50 км-ге шейін жүзе алады. Оның жалғыз танау тесігі төбесінде. Сол танау тесігі арқылы дельфиндер су бетіне оқтын-оқтын көтеріліп шығып, ауамен тыныс алады. Олар өте ақылды. Олардың жүйке жүйесі өте жақсы дамыған. Дельфиндерде әртүрлі дыбыс толқындарын шығаратын және қабылдайтын өте күрделі есту жүйесі бар. Яғни эхолокация жақсы дамыған. Су астындағы дыбыстарды дельфиндер өте жақсы естиді. Олар өздерінен өте нәзік ультрадыбыс толқындарын шығарады және оның кері қайтқан жаңғырығын қабылдай алады. Осы қасиеті арқасында ол өзінің қорегін ұстайды, өзінің үйірін табады және судағы әртүрлі кедергілердің алдын ала сезеді. Дельфиндер 2 жылда бір-ақ рет балалайды. Оның ірі түрлері 50 жыл өмір сүреді, ал ұсақ түрлері 30 жылға шейін өмір сүреді. Дельфиндерді адамдар қолға үйретеді. Адам үйреткен жаттығуларды дельфиндер тез қабылдап алады және шебер қайталайды. Дельфиндер туралы жазылған аңыздар, деректер, яғни адамдар судан құтқарғандығы, кемелермен қатар жүріп серуендегені, оларды қамқорлық жасап, түрлі кедергілерден аман алып шыққандықтары туралы аңыз әңгімелер өте көп. Суретте көріп отырғаныңдай, дельфиндер міне адам қолына өте тез үйренеді екен. Су қоймаларында, арнайы тоғандарда дельфиндерді адамдар қолға үйретіп, олармен демалыс ұйымдастырады. Енді оқыған мәтінің бойынша 102-ші беттегі суретке қарап отырып, сұрақтарға жауап жаз. Суреттен нелерді көріп тұрсың? Кемені көрген дельфин не істеді? Қандай оқиға болды? Кеме неге апатқа ұшырады? Дельфинді қандай деп ойлайсың? Енді пингвин атты кемедегі адамға сипаттама беріп жаз. Ол адамды қалай сипаттап жазар едің?